Так, бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде кардан токардан шықты. Міне біздің көздеген мақсатымыз мынау болған. Бәрін өзінің заводской күйінде қалдыру. Так, енді біз қазір орнына салу үстіндеміз. Кардан салғандағы ең бірінші басты мәселе, міне ойнайтын жері. Осыны именно ойнайтын положениеде қалдырған дұрыс болады. Әйтпесе сізде арты мос, әлде болмаса мостың іші кетіп қалуы мүмкін. Хвостовик, планетарка деген заттың бәрі осы именно ойнайтын орынның аздығынан кетеді, нагрузканың түсуінен кетеді. Соның бәрін ескере кеткен жөн. Так, біздер қазір міне мында біз токарге кәдімгі өзінің заводской орнымен бірге дайындатқан болатынбыз. Қазір бұның бәрін біз стопорын кигізіп, өзінің заводскойындай қылып, жинап орнына салып, тағы да бір көрсететін боламыз. Роликті соңына дейін көріңіздер. Кімге ұнап жатса, лайк басыңыздар, каналға подписка жасаңыздар. Так, біздер мынанда екі пробка жондырып алған болатынбыз. Бұл пробкалар бізде мына өзінің Lexus'ның заводской крестовинасының сыртына киілетін пробка бұл. Міне мында стопордың орындары киіліп ілініп қалатын бәрін, в общем, запасымен бірге жасатқан болатынбыз. Чтобы бұндай зат әлі бізде ең біріншісі болғандықтан, бұл қалай шығады, қалай болады деген сұрақтардың бәріне біз, в общем, осы запасымен бірге вдруг мына екеуі кетіп қалған жағдайдың өзінде бізде запаста салатын тағы да екеуі дайын тұр. Так, кеттік ендеше әрі қарай. Так, міне біз екі стопорын кигіздік. Біздер. Так, міне дәл мынандай стопор. Міне біздің жасатқанымыз дәл осындай пробка. Міне бұл пробкаға былай болып киіледі. Бәрі, как заводской өзінің күйінде сақталған бәрі.